Магазиннен қымбатқа томат сатып алғанша қызанақ пен болгар бұрышын арзан уақытында томат жасап, қолдан мұздатқышта қатырып алыңыз. Ол үшін қызанақтарымыз бен болгар бұрыштарын жақсылап жуып, керек емес шеттерінен тазартып аламыз. Жалпы помидордың сыртын ашып жасаңыздар, өте керемет болады. Және де видеода көрсетілгендей кішірек бөліктерге бөліп аламыз да блендермен езіп алатын боламыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқыштан өткізуге болады. Шұңғыл ыдысымызға құямыз және де осы ретпен барлық помидорларымызды да блендермен езіп шығатын боламыз. Томатымызға ерекше дәм беру үшін бір бума кинза қосуды да ұмытпаңыздар. Оны да блендермен өткізіп, барлығын ыдысымызға құямыз да дәміне қарай тұзын қосып араластырамыз. Осымен біздің небәрі үш заттан тұратын томатымыз дайын. Енді осындай кекс пісіретін силиконды ыдыстарымызға құйып, мұздатқышта қатырып алатын боламыз. Ал қалған бөлігін баклажкаларға құйып холодильникке қоя тұрыңыздар. Осы ыдыстар босағаннан кейін қайтадан құйып қатырып аласыздар. Шамамен 1 сағаттың ішінде осылай қатып шығатын болады, және де ыдыстарынан тез босайды. Осылай босатып алғаннан кейін арнайы контейнерлерге салып, қысқа қатыруға қоясыздар мұздатқышқа. Егер де болмаса, мен сияқты осындай салафанға салып сақтауға қоюға болады. Осымен томат дайын, жасап көріңіздер, және де басқа да керемет рецептерді менің Ақбота Талант қызы деген YouTube каналымнан таба аласыздар.